30-шы есеп. Бидай егу жерінің ауданы 4 гектар. Егер әр 80 метр квадрат жер бөлігіне 3,4 килограмм бидай егілген болса, сонда барлық жерді егу үшін неше бидай жұмсалынды? Біз 4 гектарды метр квадратпен жазып алдық. 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар. Ендеше 4 гектарда 40.000 метр квадрат болады. Бізде барлық аудан ол 40.000 метр квадрат. Және оның әр 80 метр квадратына 3,4 килограммнан бидай егілген. Онда барлық егілген бидайды табу үшін біз қарапайым пропорция құрайық. 80 метр квадратқа 3,4 килограмм бидай егілсе, онда 40.000 метр квадратқа қанша бидай егілген табуымыз керек. Ал пропорцияның бізде тамаша қасиеті бар. Ол шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Ендеше біз былай жаза аламыз. 80 көбейтілген x тең 3,4 көбейтілген 40.000 деп жаза аламыз. Және x-ті табу үшін 3,4 көбейтілген 40.000-ды бөлеміз 80-ге. 40.000 мен 80-ді қысқартамыз 80-ге. Мұнда 1 болады, ал мұнда 500 болады. 40.000-ді 80-ге бөлсек 500 болады. Енді бізге 3,4-ті көбейту керек 500-ге. Мұнда бағандап көбейтейік. 3,4 көбейтілген 5-ке көбейтейік, соңына 2 нөлді тіркейміз. 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 нөлін жазамыз 2 ойда. 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 ойдағымен 17. Және мұнда 1 тұр бар, 17. Демек, және тағы 500-дің 2 нөлі бар, онда 1700 килограмм болады. Бірақ 1700 килограмм деген жауап жоқ. Тоннаға айналдырып көрейік. 1700 килограмм дегеніміз 1 тоннада 1000 килограмм. Демек 1700-ді 1000-ға бөлеміз. Бұл 1,07 тонна болады. Демек нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы. Барлық жерді егу үшін бізге 1,07 тонна бидай жұмсалған екен.